Сәлем достар, бүгін біз чебуреки жасаумен дайындайтын боламыз. Жарты кило ұнымызға 1 стакан су араласқан тұзды қосамыз. Кішкене сұйық май құйып, жақсылап елеп 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. 3 дана жұмыртқамызды қайнатып аламыз, осылай тураймыз майдалап. Менде жусай морозилкада сақталған болатын. Соны қосып, тұз қосып, жақсылап араластырып, енді біздің начинкамыз дайын болып тұратын болады. Менде осында 2 көше шықты. Енді қамырымызды орташа қылып жаятын боламыз. Мен осындай стаканмен кестім. Дөңгелекшелері осылай жасау керек. Енді ішіне начинкасын салатын боламыз, жақсылап жабыстырамыз. Осылай шеттерін вилкамен басып қоятын боламыз. Сол кезде ішіндегі начинкасы ағып кетпейтін болады. Қызып тұрған майға қуырамыз екі жан-жағынан. Міне чебурекиміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.